بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, mынау Аллахтың қалауымен алдыда аққан арықтың қадірі жоқ дейді ғой. Сол бір арықты кімнің пайдасына жетсе, ақыретке пайда ретінде өзім алған кітап Ажуррумия дейді елдер. Соның шархы ұстаз, осыны шархтап берген ұстаз, осы кісі әлі алхамдулилlah ол кісіге жасын ұзақ қылсын. Абу Анас Аль-Джухани, Абдулла Юсри деген кісі. Аллах тағала ғұмырын ұзақ қылсын. Өте жағы тілде өте бір әскерлердің біреуі десе болады. Сол кісіден мынау Ажуррумия, елдің аузында таралған Ажуррумия кітабының шархы. Аллах тағала мен осы істеген құлшылығымды қабыл етер деген үміттемін. Кім араб тілін оқығысы кеп, соған ақшасы жетпей, бәрі платный курстар, тегін оқимын дегендерге тегін осы түсірілім жасап жатырмын. Яғни бұл кітаптың аты жаңағы кітап болғанда бұл сабақтың аты Шархул Муқаддимат Ажуррумия ли ибн Ажуррум. Мына бір жерде оқып жатырмыз. Мына ли ибн Ажуррум Аби Абдиллах Мухаммад ибн Мухаммад ибн Дауд ас-Синхаджи рахимахуллах 672 жылы дүниеге келген, және де 723 жылы қайтыс болған. 723 жылы қайтыс болған. Мұқаддимату мухимма дейді, яғни мынау мұқаддимату мухимма, яғни кіріспе, өте маңызды кіріспе. Бұл сөз жаңағы біздің ұстаздың айтқан сөздері. Ахамияту тааллумил луғатил арабия дейді, яғни араб тілінің үйренуінің маңыздылығын айтып отыр бірінші деп. Кейін айтады луғатил арабия хия азамул луғат. Араб тілі ең жаңағы ұлы тілдердің бірі дейді. Яғни өте ұлы тілдің бірі. Тілдердің арасындағы ең ұлысы деп тұр. لأنها لغة القرآن الكريم الذي هو أعظم الكتب يقول تعالى дейді, яғни дейді, Аллах тағала айтқандай дейді. Ол өйткені ол кітап ең ұлы кітап. Аллах тағала Құранда неде айтқандай? وأنه بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Yani bu жаңағы мына аяттардың нелер келіп тұр, соны аудармаларын көріп алсаңыздар болады. Жалпылама айтқанда ұлы тілде, яғни араб тілінде түскен, және де өте мубин деген, яғни анық, айқын тіл деген сөз. Екінші аятта не деп айтады? Екінші аятта уаяқул дейді Таала инна анзалнаху Құр'анан арабиян лааллакум тақилун. Мүмкін сендер ойланарсыңдар, ақылға келерсіңдер. Расында біз бұл кітапты араб тіліне түсірдік. Мүмкін сендер ақылға келерсіңдер дейді. Келесі аятта инна жаалнаху Құр'анан арабиян лааллакум тақилун. Бұл да сол жаңа тақилун деп тұр. Тағы да басқа жерде, басқа бір аятта дейді уаяқулу Таала Құр'анан арабиян ғайра зи иуажин лааллахум яттақун. Мүмкін сендер Аллахтан бұл Құран араб тілінде мүмкін сендер не қыласыңдар, тақуалық қыларсыңдар деп айтады. Және де бұл луғатул арабия хия
лисану ашрафир русул дейді. Яғни не араб тілі пайғамбар елшілердің ішіндегі ең шарапатты болғанның тілі дейді. Иә? Уа хатимул анбия, және де елшілердің елшілердің және де пайғамбарлардың мөрі болған Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассаламның тілі дейді. Содан кейін айтады: "Ва тааллумул лугатил арабиyyati ваджибун" дейді. Алал муслимин дейді. Алал муслимин, яғни араб тілін үйрену әрбір мұсылманға важип болады дейді. Лианнаха лугатул Құран, себебі ол Құранның және сүннеттің тілі дейді. ولا يمكننا أن نفهمهما إلا بتعلمها. яғни не, оны зерттеместен, яғни араб тілін үйренбестен ол екеуін, яғни Құран мен сүннетті түсінуіміз мүмкін емес дейді. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Сол үшін жаңағы шейх ислам ибн Теймия айтты дейді: فإن النفس اللغة العربية من الدين дейді. Яғни араб тілі неден? Діннен болып табылады дейді. ومعرفتها فرض, оны білу парыз болады дейді. واجب дейді, яғни واجب болады дейді. فإن فهم الكتاب والسنة, расында дейді, себебі дейді, жаңа кітап пен сүннетті, яғни Құран мен сүннетті түсіну ол парыз болады дейді. ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية, яғни ол араб тілін үйренбестен түсіну мүмкін емес дейді. وما لا يتم الواجب, яғни онсыз немене важипті бітіру мүмкін емес дейді. Яғни жаңағы Құран мен сүннетке ілесу бізге важип қой. Сол важипті біз тілді білмесек, соны толықтай бітіруіміз мүмкін емес дейді. Илля бихи фахуа важибун сумма минха, яғни және де біреуге фард, бұл жерде жаңағы айтып жатыр немене, важибун алал а'ян, яғни бір адамдарға, кейбір адамдарға жаңағы бәріне берілген важип болады, иә, болмаса фард кифая және фард айнды айтып жатыр ғой. Соны айтып жатыр. Біреулерге жаңағы фард кифая болады, біреулерге фард айн болады. وقال إمام ابن حزم дейді رحمه وأما من أسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة, яғни айтады, кім дейді өзін білімдімін деп білімділердің қатарына қосқан болса дейді, және де бірақ ол не, тілдің қағидаларында, тілде, жаңағы нахуда және тілде білімі болмаса дейді, фахарамун алейхи ан юфтия дейді, яғни оған фатуа беру арам болады дейді. Фиддин, Аллахтың дінінде арам болады дейді. Бикалиматин, яғни бір сөз айтуға да болмайды дейді. Ва харамун алал муслимина ан ястафтуху, яғни одан фатва сұрауда болмайды дейді. Енді бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе тарифу бил муаллиф, яғни немен осыны кітапты жазушысын, яғни мәтінді, кітапты жазушы емес, мәтінді жазушының несі, жаңағы мәтіннің жазушысы жайлы. Хуа Абу Абдилlah Мухаммад ибн Дауд ас-Синхаджи, маруф бибн Ажуррум, яғни ол жаңағы Мухаммад ибн Мухаммад, Абу Абдилlah Мухаммад ибн Мухаммад ибн Дауд Синхаджи, кім? Ибн Ажуррум деген есіммен кең таралған дейді. Ибн Ажуррум деген есіммен, так, запись жүріп отыр. Так, Ибн Ажуррум деген есіммен кең таралған дейді. Улида би Мадинати Фас, яғни Фас деген батыс жағында, араб жазирасының батысында Фас деген жер бар, сол жерде Фас деген қала бар, сол қалада дүниеге келген дейді. Аржан сол келген жылдары айтылады, сабақтың ұзақ болып кетпес үшін. Содан кейін бұны жаңағы қай жылы өлген, имам Маликтің өлген жылына сай жылы туылған екен бұл кісі.
Sinhaji li'annahu min endi nega Sinhaji deb aytылган deydi. Sinhaji deb aytылганы сол жаңа Sinhajata деген немене ел қабила бар дейді. Сол қабиланың несі дейді. Туындысы яғни содан сол қабиладан туылған бил ма'ариб араби яғни ол араб. وقيل إن معنى أجرم деген ол не мағынаны білдіреді дейді. Жаңағы фақирун суфи дейді. Кедей сопы деген жаңағы немене мағынаны білдіреді дейді. Оны айтқан биллуатул барбар, яғни бербер дейді ғой. Бербер деген тайпалар бар, сол бербер деген тайпадан ажуррум деген мағына осы жаңағы фақыр сопы деген нені білдіреді. Енді суф деген бұл жерде қорқатын еш нәрсе жоқ, өйткені софылардың жаңағы қатты кеткендері бар. Иә, улуға кетіп өздерін негізі софылар көбісі оббат болған, яғни не құлшылық иелері болған. Білімге қатты талап қылмаған болса да, жаңағы құлшылық иелері болып, жаңағы дүниеви нәрселерге қатты көп мән бермеген. Бізде сопылық басқа атпен таралған. Енді оны ақида кітаптарынан өтіп жатарсыздар. Уатуфия, яғни өлген жылы айтылып жатыр мына жерде. Хижри бойынша жаңағы 723 жыл қайтыс болған. Валаху минал умр, елу қанша? Хамсуна сана, яғни не қылған? Валаху минал умур ихда ва хамсун ситта дейді. Санатан, яғни не 51 жыл өмір сүрген екен. Вақад кана алиман, яғни бұл жерде ары қарай айтып жатыр, ол кісі ғалым болған, Құранды жаңағы Құраннан және де жаңағы сол қырағаттардан ғалым болған дейді. Иля жаниби илмихи бин нахви, яғни наху ғалымы болған. Валаху шархун махтутун аля матнин шатибияти дейді. Яғни ол сол жаңағы ғалымның фазилеттілігін айтып жатыр ұстазымыз. Содан кейін айтады ta'rif bil matni дейді, яғни ненің мәтіннің өзімен танысу. Үшінші мәселе мәтіннің өзімен танысу, иә. Лам юсамма ибн ажуррум китабаху бисмин муайянин, яғни мынау мәтінді өзінің бір белгілі атпен қоймаған. Оның артындағы қалған кісілер, шәкірттері болсын, адамдар оны мұқаддиматул ажурумия, болмаса мұқаддиматул ибн ажуррум фи илми нахви, яғни наху білімдегі жаңағы ажуррумның, ибн ажуррумның кіріспесі деп сондай аттармен танымал болған. Сонан кейін дейді, бұл дейді кітап дейді фахадал китабу мұқаддиматун ли дирасати илмин нахви тунасибу туллаба ал-мубтадиин. Не дейді, бұл дейді кітап жаңағы білімді енді бастаушы білімде бастаушыларға арналған кітап дейді. Кейін дейді хатта ястати'у фахму ма бa'даха, яғни минал кутубил қотырнада, яғни бұдан кейін жаңағы немене қотырнада, содан кейін жаңағы Альфия ибн Малик соларға түсінгенше дейді, яғни соларға кіргенше дейді. Кіріспеге жақсы дейді. Ары қарай айтады манхажул муаллиф дейді фи хадал китаб дейді. Бұл жаңағы кімнің, муаллифтің жаңағы не қылғаны, жолы, түсіндірген жолы дейді өзінің мәтінін. Әзкурул абуаба кубра фи нахви, яғни бірінші не қылады, зікір етеді, үлкен баптарды зікір етеді дейді. Вала ятакаллам анил фуру', яғни анандай асылы нәрселерді айтады, және де фарғи нәрселерге кірмейді. Асыл деген нәрсе бар бізде, әрбір мәселеде, білімде асыл болған нәрсе, кейіннен
furuh дейді. Furuh деген ол жаңағы содан шығатын бір мәселелер. Ол сол мәселелерге кірмегенде әлләти ла тунасибул мубтадиин, яғни ол жаңағы бастауыш білімге кірген адамға бұл мәселелерді біліп ешқандай қажеттілігі жоқ дейді. Ләкиннаху дейді, соған қарамастан дейді, тарака баъдал абуаб, кейбір жерлерді не қылған, тастаған дейді. Абуаб мухимматиллати кана яджибу ан язкураха кабаби када ва ахаватуха. Яғни мына жерде не дейді? Кейбір жерлер тастап кеткен дейді. Оны адам міндетті түрде білу керек болған дейді. Білу керек болған жерлер тастаған дейді. Мысалы дейді, жаңағы қай бапты? Када және де оның ахауаттары жайлы, яғни соның бауырлары жайлы, жаңағы әпкелері дейміз ба, қалай аударамыз? Ахават деген жақсы негізі араб тілінде. Фи навасихил жумлатил исмия, яғни жумла исмияны жаңағы насық қылатындар, сол нәрселерді, уағойра дәлик, соған ұқсаған нәрселер дейді. Екінші мәселе, екінші жолы, тағы да бұл кітаптың ерекшелігі, ятбау мазхабал куфиин, яғни бұл кісі, біз білеміз, ахлул-луға екі мектептен тұрады. Жаңағы басриин, куфиин, басралықтар мен куфалықтар болып бөлінеді. Бұл кісі сол жаңағы куфииндардың жолын ұстанады. Уаядхару хада фи баъдил алфазихи, яғни кейбір өзінің айтқан терминдермен ол белгілі болады. Фахуа мәсәлән юаббару бил хофт, яғни хофт деп жар деп үйренген нәрсені ол хофт деп айтады. Сол куфалықтар хофт деп не қылатын. Ары қарай тағы да пайдалы бір нелерден бар ма екен? Қазір айтайын тағы да қысқаша. Тағы бір мәселе. Вали сухулати хадихил муқаддима, оның